Площадка хорошая, побольше бы таких сделали. Биылғы жылы жұмыспен қамту жол картасы мемлекеттік бағдарламасы бойынша қаламызда 50 балалар ойын алаңын орнату жоспарланған. Бүгінгі таңда бұл бағыттағы жұмыстар қарқынды түрде жүргізілуде. Жоспарға сай тұрғын үйлердің әрбір ауласына спорттық тренажерлары бар ойын алаңдары орнатылмақ. Балақайлардың қауіпсіздігі үшін осындай әрбір алаңға тартаны жабыны төселеді. Оны төсеудің өз технологиясы бар. Соған сәйкес төселген тартан жабыны кем дегенде бір тәулік бойы кебуі тиіс. Алайда жазылған ескертпелерді елеместен балалар жөндеуі бітпеген алаңда асырсап ойнап жүр. Большая просьба. Ата-аналарға өтініп айтарымыз, балаларыңызды жөндеуі бітпеген ойын алаңында жүрмеуін қадағалаңыздар. Себебі тартан жабыны кем дегенде бір тәулік бойы кеуіп тұруы тиіс. Олай болмаған жағдайда төселген жабын опырылып түседі.